барасың? Мектепке? Ол қандай мектеп? Сен Шоқан Уәлиханов атындағы мектепке барасың. Шоқан Уәлиханов деген кім? Ол қазақтың жарық жұлдызы. Жарық жұлдыз? Мен де жарық жұлдыз боламын ба? Әрине, сен ең жарық жұлдыз боласың балам. Я шынында да көп екен. Бау қойменде біздің мерекемізді көруге келген бе? Я, солай секілді. Сала, сен қорықпа, қасында мен тұрмын ғой. Батылнай өзінің, ал сенің қасында кім тұр? Мен де жалғыз емеспін. Менің артымда бірінші бейсінім тұр. Дұрыс айтасың. Кешегі сәби баламыз жаладық міне қалаңыз. Ғылым білім жолына бірге қайық саламыз. Білім деген ғажаптың әліппесін меңгердік. Көрсін бізді халайық, ортаға бүгін салайық.
Әдемде тұсталанға бәрі де қатар бұзбай, бәрі де келді міне көрдің бе? Бақытты біздер баламыз, баулығын отан анамыз, көңілге шексіз жүріп қатып әнге саламыз, келе жатқан тізіліп әріптерге қараңыз. Күлімдеп көкте күніміз, құлпырып қырда гүліміз, жанымыз тоққа бүлініп, шалқиды шаттық жырымыз, тағы бір топ дәріптер сыйға лайық. Артық көрем басқадан, бара жолды білге әліп бітеп бастағам. Бізге тілден енімді саптың соның алыпты бұл әптер көріп. Айыру белгісі және жіңішкелік белгісі. Бес қатардың сегізден қырық қарап өтті әне, бір қатардың егізде екі белгі кетті әне. Ал әріптер сыныбаққа тұр. А дегенім қабыр, Б дегенім бата, Қ дегенім қабыр, Ж дегенім жалғыз, Т дегенім күйме, К дегенім күйме, С дегенім сабыз, Д дегенім дәндіз, Т дегенім көзі, Қ дегенім негіз, Е дегенім дегіз, Н дегенім нан, О дегенім уақ, Ш дегенім шырақ, Ә дегенім әскер. Г дегенім ғалышкер. Менің атым әліппе, илетемін әліппе. Оқу білім сұрасаң, бала әліппе. Ал бала
Жатап күнде тақпақ айтам, жарайсың деп мақтайтам. Табиғат сырын ашамыз, өнерімізге өнер шашамыз. Ашу жоқ біздің мынау үнемі алға басамыз. Бізде екі оқушы ауырып қалды. Қазір бізде шоқан деген сөз шығу керек. Сыр сиқыры ғажап мұң, шоқан деген бұлақтың, салтын тығыты қазақтың, мақтанышы қазақтың. Бұл Ильястың айтатын сөздері еді. Шоқан деген сөз алдарыңызда. Рахмет балалар. Кедермен елде бәрінен қымбаты отан. Мен саған сұрақ қояйын, жауап берсең. Бақытты елдің шешесін сөйлеп құнын. Астанасы бар ол қандай халық ғазат. Қазақ. Жарайсың достым, қиялын ұшқыр ғажап. Көк туда мәңгі қалықтап тұрған қыран. Ән ұрандағы шарықтап тұрған ұран. Төл теңгедегі мәңгілік бейне ұран. Бабадан қалған байтақ мынау бақыт отан. Күн сайын торықтан ірге тәубе қыла. Тәусіз елді тау етіп Бұл тек мекенеткен жер ғана емес. Бұл адам жүрегінде мәңгі сақталатын құндылық. Бұл тамыры тереңге кеткен шежіре. Бабаларымыздың аманаты, ұрпақтың болашағы. Отан дегенде көзге туған жердің топырағы, көгілдір аспан астындағы ұлан ғайыр дала, әсем табиғат пен халқымыздың асыл мұрасы елестейді. Отан үнсіз куәгер. Ол біздің қуанышымыз бен қайғымызды көрді. Ерлігіміз бен жаңсақ қадамдарымызды кешірді. Оның кең даласы қаншама шайқастар мен жеңістердің алаңы болды. Әрбір тасы, әрбір өзені мен тауы мыңдаған тағдырлардың куәсі емес пе? Отанды ұлықтау, оны қорғау ғана емес, оны шын мәнінде түсіне білу деп білеміз. Оның тынысын, тарихын сезіну, болашаққа деген сенімін сақтау ең басты нәрсе. Отан бұл ұрпақтар арасындағы алтын көпір. Ол бізге өткенді ғана емес, болашақты да аманат етеді. Бірақ отан мәңгілік емес. Егер оған жанашырлық танытпаса, сүйіспеншілікпен қарамаса, ол әлсірейді. Отанды ұлы ететін оның тұрғындары. Адамдар туған жерін сүйіп, оны аяласа, сол жерде өмірдің мәні де ашылады.
әліппені қаймай тұрам. Я әліппі біздің ең жақын достымыз ғой. Мен де қаймай тұрам. Рахмет саған әліппе. Рахмет саған әліппе. Ата-аналар сізден қошемет күтеді балалар. Видеосъемка сосын болады. Қараңыздар балаларыңызға. Қандай әдемі балалар. Ali birinchi sinf oyoqdan yo'q. Biz endi ne o'qiymiz? Endi biz ana tili o'qiymiz. Men do'stim nega ana tili? Nega til qozoq tili emas? Bir, mim, snevod, ata tikin. Tapdim bu so'roqqa ustozimiz Gulzina Abenovna javob bersin. Әрине балалар, мен сендердің кез келген сұрақтарыңа жауап беруге дайынмын. Мен негізі ана тілін сахна төріне көтеруде бір ерекше тебіреністі сөздер дайындаған болатын, алайда есіме бір тарихи оқиға түсіп тұр. Асаналы Әшімовтің егіз ұлы мен қызы ана тілі пән оқуда өте қатты қиналды. Бірде ол кісі балаларының қалын сұрауға келген кезде бәрі жақсы аға, тек қана ана тілінен қиналады деді. Сол кезде ол кісінің айтқаны, балам-ау, дұрыс қой, оның анасының тілі қандай тіл деген сұрақ қойды. Шын мәнінде ана тілі деп аталу себебі, кез келген баланың анасы қай тілде сөйлесе, баласы сол тілде сөйлейді. Кез келген баланың анасы қай тілді құрмет тұтса, бұл тұрған балапандар сол тілді құрмет тұтады. Сондықтан да мен бүгінгі балалардың қолына берілетін ана тілі оқулығын аналық ақ жүрегімен, әлде айтқан ана тілі кітабын
өз қолдарына өз ұл-қыздарына тапсырсын деп ойладым. Ендеше аналар, ана тілі кітабы бұл сіздің тіліңіздегі кітап. Әр балаға табыс етуге сіздерді сахна төріне шақырамын. Жылдамырақ, балалар күтіп қалмасын. Мақсат тұтқан, қазақ тілі құрмет тұтқан, ана тілі бұл сіздің тіліңіз. Сіз қай тілді құрмет тұтсаңыз, сіздің балаңыз сол тілді құрмет тұтады. Ендеше бақытты балалық шақтан үн қататын балдырғандардың тамаша балалық шақ әнін тыңдайық. құрметпен сахна төріне шығарған жоқпыз. Әрине, биылғы оқу жылында бірінші сыныпқа қабылдаған балалардан біз мүлдем басқа шын мәнінде кванттық физика әлемінде өмір сүретін балаларды көрдік. Бұлар ғылымға өте жақын екен. Ғылымға жақын балалар егерде өзінің тілінде ғылымды сөйлетпесе, онда менің ғана емес, сіздің де кінәңіз болып есептелер деп ойлаймын. Сонымен бірге сіздерге бүгін әрқайсыңызға ана тілінде оқытатын оқулыққа менімен бірге ұстаз болуға шақырамын. Әрине, орыс тілінде, ағылшын тілінде кітап сөрелерін көрген кезде, ол жерде орыс тілді баланың оқытатын түрлі кітабы бар. Ал қазақ тілінде өкінішке орай аз. Осы Шоқан Уәлиханов атындағы мектепке келген кезде өз сыныбымның кішкентай балаларымен бірге мен де балаларды әріпке үйретуге тілді қалай сындыруға болады деп қалам тартып көрдім. Соның негізінде әр қазақтың отбасында мектепке дейін дайындалатын кітабы болсын деген оймен Бижан Құрманғалиқызымен бірге отбасына сыйға тартатын Тілашар деген кітабымды отбасыңыздағы әрбір бізден кейінгі ұл қыздардың тілін осы кітаппен ашыңыз, ана тілінде ашыңыз. Кириллица ешқайда кетпейді. Ол егерде ана тілінде әріптерді таныса балаңыз,
біз қазіргі болып жатқан қиындықтың ешқайсысын көрмейміз. Сондықтан да аналар, мен сіздердің әрқайсыңызға отбасыңыздан өз қолтаңбаммен Тілашар кітабын отбасылық сый ретінде сыйға тартқым келеді. Жақсы, балалар мен ата-аналар, балалар шаршап кетеді, орындарыңызға отырамызсыздар ме? Ата-аналар және кішкентай бүлдіршіндер мен бүгінгі қонақтар. Бүгін біздің бағымызға қарай бірнеше жыл бойы біздің әліпби кітабы мүлдем жоғалып кеткен болатын. Сол кезде Аллаға шүкір деп айтамыз, жалпы қазақ тілді балалар Ахмет Байтұрсыновтың ұстанымы негізінде жазылған әліпби оқулығымен оқса екен деген үлкен ұсыныс болды бүкіл халықтан. Сөйтіп әліпби біздің ортамызға қайта оралды. Бұл ұлан ғайыр еңбек. Бүгін бізге ортамызға осы біздің қолымызға ұстаған әліпби кітабының авторы, Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Азия Елеупанқызы Жұмабаева ортамызда. Балалар, біз оқыған әліпбенің авторы осы Азия апай. Азия апай, қаламыңыз мұқалмасын. Біз сізді жалпы қазақ тілді оқулықтардың көшбасындағы ең биік тұлға ретінде көреміз. Сондықтан біздің Шоқан мектебінің атынан сізге кішкене сый сияпатты қарсы алып, сіздің әліпбиін аяқтап ана тілге қадам басқан балапандарға ақ батаңызды берсеңіз. Құрметті балақайлар, сендер жай балақай емес, білімді, ақылды, бірінші сынып оқушыларсыңдар. Міне, осыдан 4 ай бұрын тұлымдарың желбіреп, қорқа басып, мектепке енген болатынсыңдар. Қазір қарасам, кәдімгідей бойларың өсіп, ойларың толып, ақылды, зерек бала болыпсыңдар. Бұл өте қуантарлық іс. Бұндай нәтижеге қалай жеттіңдер? Әрине, сендерді оқу жазуға үйреткен, қаламдарыңа, қолдарыңа қалам ұстатқан бұл алғашқы ұстаздарың Гүлзина апайларыңның еңбегінің нәтижесі. Сондықтан Гүлзина апайларыңа үлкен рахмет деп қол шапалақтап қояйық. Осы мектепке алып келіп, жақсы ұстазды, жақсы мектепті таңдап жүрген ата-аналарың сендермен күні-түні бірге оқиды, сендерді жақсы нәрселерге тәрбиелейді. Бұл да сіздердің ата-аналарыңыздың үлкен еңбегі. Ата-аналар, сіздерге де үлкен рахмет. Өйткені бүгін біз сахнадан тек білімді ұрпақты емес, сондай тәрбиелі, өнерлі, болашағы бар, керемет, жақсы ұрпағымызды байқадық, көрдік. Осындай ұрпағымыз өсе берсін, көбейе берсін дегім келеді. Мектеп ұжымына, жалпы сізге, ата-аналарға тек қана бала тәрбиелеуде үлкен табыстарға жете беріңіздер дегім келеді. Ата-аналарды кішкентай балапандарға, ұстаздарға және бүгінгі залдағы адамдарға дайындаған шашу бар екен. Себебі бұл әліпби деген той, Тілашар тойы, тойларыңыз құтты болсын.
дегенмен ең құрметті ата-аналардың жүрек жарды, мектеп әкімшілігінің жүрек жарды сөздері үшін кезек берейік. Құрметті Әсел Иманғалиқызы, сізге деген бүкіл қазақ даласының, қазақ халқының құрметі ерекше. Сондықтан бір ауыз сізден жылы тілек тілейміз, сұраймыз. Құрметті ата-аналар, қадірменді ұстаздар, қонақтар, сүйікті біздің кішкентай оқушыларымыз, бүгін Шоқан Уәлиханов атындағы мектебіміз үшін де, сіздер үшін де бір үлкен мереке. Себебі біздің кішкентай шоқандықтар ең алғашқы білім кітабын, әліппе кітабымен қоштасып, білім әлеміне қадамын басты деуге болады деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі осы балапандарыңыздың қадамдары құтты болсын. Мектепке қош келдіңіздер. Ең алдымен осындай білімге құштар, тәрбиелі оқушыларды дайындап тұрған біздің ата-аналарымызға ризашылығымды білдіремін. Сонымен қатар шәкірттерімізге мейірі мен білімін арнаған, оларға деген осы білімнің ең алғашқы жарығын сыйлаған ұлағатты ұстазымыз Өзен Абенқызына алғысымды білдіремін. Мықты ұстаз мектептің жүрегі, тірегі деп мен үнемі айтып жүремін. Біздің мектебімізде өте білімді, еңбекқор, мықты ұстаздар, кәдімгі тәлімгер ұстаздар көп. Бірақ солардың ішінде Ыбырай Алтынсарин атындағы марапатқа ие болған жалғыз ұстазымыз ол Өзен Абенқызы. Бұл марапат Өзен Абенқызының осындай жоғары деңгейінің және қажырлы еңбегінің дәлелі. Осындай ұлағатты ұстаздардың жетекшілігімен осындай біздің болашағымыз үлкен жетістіктерге жетеді деп сенеміз. Сүйікті шоқандықтар, бүгінгі мереке құтты болсын. Енді алда талай белестер болады. Әрдайым осындай білімді, еңбекқор, ізденімпаз болыңдар. Ал біздер сіздермен мақтанып жүре береміз. Рахмет, мереке құтты болсын. Дәулет Үкібаевич, өзіңіз балапандарға деген тілегіңізді айтсаңыз. Қайырлы күн, құрметті мектебіміздің ұстаздары, әріптестерім, ата-аналар, ардақты ата-аналар. Біздің осы кешке келген оқушылар да бар, құрметті қонақтарымыз бар, осы әліппе авторы. Және де біздің осы кештің себепкерлері аяулы бірінші Б сыныбының оқушылары. Әрине, бүгін баршамызға осындай ерекше атмосферада, ерекше форматта жыл сайын өтетін әліппемен қоштасу бүгін мүлдем ерекше форматта өттік деп айтады. Ең бастысы, бағана осы кешке келе жатқанда екі ата-ана бір-бірімен сөйлесіп келе жатыр. Енді біз ана тілін оқимыз ба дейді, екіншісі, оқимыз. Бұйыртса оқисыздар деп айтам. Бүгінгі той, бүгінгі осындай қуаныш өзінің әсерін қалдыратын баршаңызға құтты болсын деп айтам. Балапандарымызға мінекей сіздерге айтарым, сіздер тек қана әріп танудан ғана емес, сіздер енді былайша айтқанда білімге және танымға апаратын үлкен жолдың бастамасына көз жеткіздіңіздер деп айтам. Гүлзина Абенқызы айтқандай, кванттық физиканың балалары әрине көптеген тәжірибелер, көптеген танымдық жұмыстар, яғни дүние тану болсын, жаратылыс тану болсын, әрине барлығы оқу сауаттылығын ұштасады. Оқу сауаттылықтарыңыз ары қарай келесі белесі, әрине сол белестерге қанаттарын талмай жете беріңіздер деп тілеймін. Баршаңыз білесіздер, ұстаздық деген, ол жай балаға деген тәлім тәрбие ғана беру ғана емес, ол бүткіл өзінің өмір жолына деген жарық түсіретін жауапты әлі құрметті қызмет деп айтсам болады. Мінекей, бүгінгі осы сөзбен айтардай өзінің алғашқы ұстазынды еске түсірген кезде, алғашқы ұстаз дегенде баршаңыз үлкен ересек адамдар айтылатын нәрсе. Баршаларыңыз
өз алғашқы ұстаздарыңызды еске түсірдіңіздер. Әрине осы бірінші Б сыныбына айрықша және ерекше орын алатын ол Гүлжина Абидованың орны. Себебі мектеп бойы біз екі мақсатты бірінші сыныптар үшін қойдық. Ол ең біріншіден сынып ретінде, ұжым ретінде қалыптастыру. Бүгін біз соны бәріміз куәгер болып тамашаладық. Яғни біздің бірінші Б сыныбының оқушылары керемет ән де айтты, өлең де айтты, би де биледі, және де кішігірім театр қойылымына да қатысты айтсам болады. Осының барлығын әрине еңбегі Гүлжина Абидованың қызына ерекше, айрықша еңбек айтам. Гүлжина Абидованың қасында көмекші ретінде бізде Мерей ханым бар. Қайда осы Мерей ханым? Мерей ханым, сізге арнайы рахметімді айтам. Өздеріңіз байқасаңыздар, мынау кеш іс-шара болатын кезде ата-ана болсын, басқа мұғалімдер болсын, солардың тарапынан балаларға деген нұсқаулықты білдіртпей береді. Даже отырған осында Насиха Лұқпан қызы барлығы ән айтқан кезде оларға демеушілік атқарып жатыр. Барша әріптестеріме осы кешті ұйымдастырғанға мен үлкен алғысымды білдіре отырып, ата-аналарға бөлек алғыс айтқым келеді. Себебі ата-аналардың командасы мынау балақайлардың үсттерінде киінген костюмдердің бірге жарасымды үйлескеннің өзінен бастап, оларға қолдау, демеушілік көрсеткендерге әрине бөлек рахметімді айтамын. Бүгінгі баршамыздың тойымыз құтты болсын. Енді алдағы келе жатқан үлкен белестерді, үлкен проекттерді бағындыруға барлықтарыңызға атсалысқан үшін мен рахметімді айтып, соларға назар бұруды сұраймын. Тағы да айтып кететін, бүгінгі осы кештің бір тағы ерекшелігі ол әліппенің авторы, яғни Азия Елікбай қызын арамызда отырғаны. Азия ханымға мен өзім бөлек алғысымды білдіре отырып, мектебімізге қош келдіңіздер. Жақсы? Бір сөз сөйлегенде бір мақалмен келтіретін, әліппеге бір ойласам, бірақ мақалы бар, әліппенің арғы жағы білім бағы деп айтады. Яғни барша оқушыларымыз ары сол білім бағында саяхаттанып, өздеріне қажетті білім жинасын. Үлкен рахмет барша көрермендер, ата-аналар, ұстаздар, мектеп әкімшілігі. Біз, Алла бұйыртса, әліппенің арғы жағына, білімнің жаңа бағына, ана тілі кітабы қолымызда, анамыз жанымызда, әкеміз қасымызда, біз алмайтын қамал жоқ. Тойларыңыз құтты болсын. Үлкен рахмет баршаңызға.